балалар, бізде қазір жаратылыстану сабағы 18-ші сабақ. Сабағымызды бастамастан бұрын мен сендерге жүректен жүрекке деген жылы сөз, жақсы лебіз тілеуді, бір-бірімізге тілеуді ұсынамын. Алдымен менің тілегімді тыңдаңдар. Қазіргі сабақта мен сендердің зейіндеріңнің барынша ашық болуын тілеймін, және де бүгінгі сабақтан алатын білімдерің көп болсын. Осы менің тілегім. Айша, сенің тілегің. Лейлаға қарап айт. Лейла, Айшаға қарап айт. Айша, мен саған көңіл жақсы болуын тілеймін. Алишер. Мади, мен саған ақылды болуыңды тілеймін. Мади. Алишер, мен саған білімді болуыңды тілеймін. Арсен. Мен Дилонға ашық аспан тілеймін. Мен Арсенге көп дос тілеймін. Мен Амарханға денсаулық тілеймін. Мен Алишерге ең жақсы тілектерді тілеймін. Даниэл. Мен Амарханға жақсы көңіл күй тілеймін. Жақсы балалар, бір-бірімізге жақсы көңіл күй тілеп, жақсы тілек-лебіздер айттық. Ал енді топқа бөлінетін кез келді. Қазір бүгінгі сабақта біз 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ жүрек тобы, екінші топ бауыр тобы, үшінші топ бүйрек тобы. Мен қасыма келіңдер, мына жерде суреттері бар, карточкалар бар. Аламыз, кімге қай топ түседі, соған отырамыз. Бүйрек тобы мына жаққа отырсын, бауыр тобы, жүрек тобы. Орнымызға отырамыз, орналасамыз. Жақсы жайғасып алдық па балалар? Олай болса, қараймыз. Балалар, біз сендермен қазір адам бөлімін өтіп жатырмыз, білесіңдер, я? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесін қандай мүшелер құрайды? Сабағымыздың мақсаты адамның жүйке жүйесі мүшелерімен танысамыз, жүйке жүйесінің қалай жұмыс істейтінін білетін боламыз. Алдымен алдыңғы сабақта алған білімімізді еске түсірейік. Қазір мен сендерге сұрақтар қоямын, сендер маған жауап бересіңдер, және де әрбір дұрыс жауапқа мен 2 балл қалыптастырушы бағалау журналыма 2 балл қойып отыратын боламын, 2 балдан. Ал кеттік, мені тыңдаймыз. Адам баласы күні бойы түрлі тағамдар жейді, сусындар ішеді, жемістер, көкөністер жейді. Соның барысында біздің ағзамызға түрлі зиянды заттар, артық сулар жиналады. Балалар айтыңдаршы, осы зиянды заттар біздің ағзамызда қалады ма, әлде сыртқа шығады ма? Кәнекей, кім жауап береді? Амырхан, сен жауап бере ғой? Зиянды заттар үнемі сыртқа шығып тұрады. Жақсы, 2 балл. Енді маған айтыңдаршы балалар, осы зиянды заттарды сыртқа шығару жұмысын қай жүйе атқарады? Амырхан. Сыртқа шығарып отыратын жүйе ол зәр шығару жүйесі. Зәр шығару жүйесіне нелер жатады? Зәр шығару жүйесіне бүйрек, несеп ағар, қуық жатады. Өте жақсы, Амырхан, 2 балл қойдым. Ал бүйрекке келдік. Бүйрек ол қандай мүше, ол қандай қызмет атқарады? Бүйрек ол қандай мүшеге неге ұқсайды? Кәнекей, кім жауап береді? Кім еді? Кім жауап бермесін? Алишер, сен жауап бере ғой. Бүйрек ол үрме бұршаққа ұқсас жүк мүше. Неге ол жүк мүше? Өйткені ол екеу. Екеу, жақсы. Османов Алишер 2 балл. Ал енді бүйректің сыртқы көрінісі қандай? Оның құрылысы қандай? Неден тұрады? Лейла, сен жауап бере ғой. Бүйректің сыртқы жағы денес, ішкі жағы ойыс болады. Ойыс жағында не орналасқан? Ойыс жағында несепағар орналасқан. Өте жақсы. Қайрат, Лейла 2 балл қойылды. Ал енді несепағарға келдік. Несепағар қандай мүше, неге ұқсайды? Айша. Несепағар мүше. Түтікшеге ұқсайды, я балалар? Жақсы. Ал несеп, Айша 2 балл. Несеп ағардың қызметін кім айтып береді маған? Мади. Бүйректе түзілген зар осы несеп ағар арқылы қуыққа өтеді.
қуыққа өте. Демек, сен айтпақшысың, бүйректе түзілген зәр қуыққа келу үшін ол несеп ағады. ағардан өтеді. Иә, ол несептің ағатын жолы екен. Өте жақсы. Мәди, Озбекова Мәди 2 балл. Ал енді кезек қуыққа келді. Қуық ол қандай мүше, қандай қызмет атқарады? Арсен айта ғой. Қуық іші қуыс, бұлшықетті мүше. Қуыққа зәр уақытша жиналады. Содан кейін сыртқа шығып кетеді. Өте жақсы. Балалар айтыңдаршы, осы адам өз ағзасында, өз қуығында зәрді ұзақ уақыт ұстап жүре беру, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Амырхан айта ғой. Жоқ, дұрыс емес. Адам өзінің ағзасында ұзақ уақыт зәрді ұстап отырған дұрыс емес. Өйткені ол денсаулыққа зиян әкеледі. Өте жақсы. Деді Амырхан 2 балл қойдым. Енді балалар айтыңдаршы, адам ағзасынан зиянды заттарды артық суды шығаратын жүйе ол тек қана зәр шығару жүйесі ме, әлде басқа жүйелер де бар ма? Кім айтады? Кім? Мәди. Тері арқылы су мен тұздар терімен бірге шығады. Өте жақсы. Тері арқылы шығады екен, иә? Және не арқылы шығады? Мәди 2 балл. Және не арқылы шығады? Өкпе арқылы көмірқышқыл газ бен су буы түрінде шығады. Шығып кетеді, иә? Біз тыныс алған кезде зиянды заттар шығып кетеді екен. Тыныс алу жүйесі арқылы. Рахмет, Арсен. Тағы не арқылы шығады екен? Тағы не арқылы шығады? Алишер. Және тікшік арқылы шығады. Ол қай жүйе тікшік арқылы шығатын жүйе қалай аталады? Тікшік арқылы шығаратын жүйе ол Ас жүйе деп аталады. ас қорыту жүйесі. Иә, ас қорыту жүйесі. Жақсы, 1 балл. Жауабым толық болған жоқ. 1 балл. Жақсы балалар. Ал енді біз осы зәр шығару жүйесін жақсы түсініп алдық. Енді мына біздің макетімізге осы зәр шығару жүйесінің мүшелерін орналастырайық. Дилан, келе ғой. Дилан. Мына жердегі бөліктерден маған бүйректерді көрсетші, бүйректер. Мінекей. Көрсет балаларға. Балалар дұрыс па? Енді оларды орналастырамыз. Кел, артына қой, мына партаның үстіне қой. Мына жеріңді жағып, барып неге орналастыр. Жылдам. Макетімізге бүйректерді барып орналастырайық. Балалар қараңдаршы, Дилан бүйректі дұрыс орналастырды ма? Иә, жақсы. Дилан, осы жұмысың үшін саған 1 балл қойылады. 1 балл қойылады. Ендігәрі біз несеп ағарды орналастырамыз. Кім шыққысы келеді несеп ағарға? Лейла шыға ғой, кел. Несеп ағарды Лейла орналастырады. Қазір көреміз, ол дұрыс орналастырады ма, әлде? Иә. Балалар, қараңдаршы, Лейла несеп ағарды дұрыс орналастырды ма? Иә, рахмет саған, Лейла. Өз жұмысына 1 бай. Енді қуық қалды. Қуықты кім орналастырғысы келеді? Кім? Айша, келе ғой, қуықты орналастырасың. Міне саған желім. Жоқ, аударып қоясың. Осылай қоясың. Ал, қарай. Қуық дұрыс орналасты ма өз орнына? Иә, балалар, мінекей біз сендермен зәр шығару жүйесінің макетін жасадық. Дәуренбай Айша 1 балл алады осы жұмысы үшін. Жарайды балалар, зәр шығару жүйесі бізге түсінікті болды, иә балалар? Жақсы түсіндік, жақсы меңгердік. Енді денсаулығымызды сақтаймыз. Балалар айтыңдаршы, мектепте үзіліс не үшін беріледі көбінесе? Не үшін балалар үзілісте қайда бару керек? Міндетті түрде қайда бару керек? Арсен. Мектептегі үзіліс дәретханаға барып, зәр шығаруға керек. Өйткені балалар үзілісте міндетті түрде дәретханаға барып артық зәрді шығарып тұру керек. Зәрді ұстап отыру болмайды, ол зиян.
Өте жақсы балалар. Ал енді біз жаңа тақырыппен танысамыз. Оқулықтың 48-ші бетін ашамыз. Бүгінгі жаңа тақырыптағы жаңа тірек сөздер, ол мынандай сөздер болады. Сендер бұрын соңды ондай сөзді естідіңдер ма, естімедіңдер ма? Мен білмеймін, бірақ бүгінгі сабақта осы сөздер кездеседі. Жүйке жүйесі. Мынандай бола ма? Сен менің жүйке жүйемді тоздырдың деген сөздерді естігенсіңдер ма? Иә, кейде анамызды ашуландырсақ, анамыз сөйтіп айтады ма? Менің жүйке жүйемді тоздырдым деп айтады. Иә. Ми. Миың істей ма? Істемей ма деп сұрайды, иә кейде? Оны да естігенсіңдер. Жұлым. Жұлым сөзін естімеген боларсыңдар. Иә? Жүйкелер. Ол жүйке жүйесі деген сөзден шыққан ғой, жүйкелер. Жақсы. Ал естіген болсаңдар, естімеген болсаңдар, қазір жаңа тақырыпта осыны ашамыз. Сөздердің мағынасын ашамыз. Сабақты бастамастан бұрын мен бір эксперимент жасағым келіп тұр. Арсен келе ғой. Міне саған 2 стақан су. Мына стақандағы суды ұстап көр. Мынаны ұстап көр, 2 қолымен. Ұстап көр, иә? Ұстап көр. Ұстауға бола ма екен? Жақсы. Екінші стақандағы суды ұстап көр. Неге олай істедің? Өйткені ол өте ыстық. Ыстық па екен? Ол ыстық екенін қайдан сездің сен? Менің саусағымның ұшында жүйкелер бар. Қолың күйіп қалды ма? Иә. Арсеннің қолы күйіп қалды, ыстықты ұстап. Демек, Арсеннің барлық адамның қолдарында жүйке тамырлары болады. Осы жүйке тамырлары арқылы біз ыстықты, мұздайды, қаттыны, жұмсақты бәрін сезетін боламыз. Ол сен қолыңды өзің тартып қалдың ба? Қолың саған сигнал берді ма? Әлде өзің білдің ба? Маған қолым сигнал берді. Қол сигнал бере алмайды балалар. Қолды тартып қалды деп саған миың белгі берді. Мына біздің миымыз бізге түрлі белгілер береді. Ыстық нәрсені сезгенде қол сигнал миға кетті. Мида сигнал келді, қолыңды тарт деген сигнал келді. Сонымен ол қолды тартып алып қойды. Сигнал мидан келді. Отыра бар. Мына суретке қараймыз балалар. Не белгі берді? Біздің досымыз Эврика мектепке келе жатып, бір ашық құдыққа тап болды. Ол ары қарай жүрмей тоқтап қалды. Неге ол тоқтап қалды деп ойлайсыңдар, Амирхан? Өйткені көзі осы құдықты көріп, миға сигнал берді. Ми оған тоқта деген сигнал, команда берді. Сигнал берді, иә? Сигнал берді, сол үшін ол тоқтап тұр. Иә. Эврикаға оның миы тоқта деген сигнал берді. Жүрме, ол қауіпті деген сигнал берді. Сондықтан ол тоқтап қалды. Жақсы, екінші суретте не көріп тұрмыз? Арсен айта ғой. Жаңағы жауабына Амирхан саған 2 балл. Екінші суретте 3 бала қасынан қорқып тұр. Неге олар қорқып тұр? Өйткені олардың миы оларға сигнал берді. Тоқтаңдар, әйтпесе сендерді қаз шұқып алады. Қаз шұқып алады деген сигнал берді. Өйткені қаздар ол сондай құстар шұқиды. Оған тиіссең шұқиды ол. Демек оларға қауіп төнді деген сигнал келді миына. Жақсы. Арсен 2 балл. Үшінші суретте Эврика сабақ дайындап отыр. Сағат деген 1-ден асты. Оның қарны ашты. Оған қандай сигнал келді? Қандай белгі келді? Лейла. Кестес. Оның қарны ашты екені. Қарны ашқан кезде не болады бізде? Қарны ашқан кезде бізде асқазанымыз біз бір-біріміз шұрылдайды, иә? Қарнымыз ашқанда асқазанымыз шұрылдайды. Сосын миға не барады? Сосын миға сигнал барады. Қандай сигнал барады? Эвриканың қарны аш. Айша, ол не істеу керек сондай кезде? Жақсы, Лейла 2 балл, Айша 2 балл. Жауаптарын қабылданды. Жақсы. Ал енді жаңа тақырыпты ашу үшін мәтінмен жұмыс жасаймыз. 49-ші беттегі мәтінді ашамыз, кітапты ашамыз. Мен мәтінді 3 бөлікке бөлдім. Бірінші бөлікті жүрек тобы оқитын болады, және тақтаға шығып менімен бірге талдайды, қалғандар тыңдайды. Екінші бөлікті бауыр тобы ашатын болады, үшінші бөлікті бүйрек тобы ашатын болады. Сендерге 2 минут уақыт беремін. 2 минуттың ішінде әр топ өзінің
бөлігін оқып шықсын. Оқимыз. Әр топ өзінің бөлігін оқиды. Мәтінді түсініп, ұғынып, мұқият оқимыз. Түсініксіз болған сөздердің астын қарындашпен белгілеп кетеміз. Өзінің бөлігін түсініп, ұғынып оқимыз. Түсініксіз болған сөздердің астын сызамыз. Оқимыз, мұқият оқимыз. 2 рет, 3 реттен қайталап оқимыз. Секунд уақыттарын қалды. Уақыт бітті. Ал енді осы бөліктерді оқыдық. Осы бөліктерді оқып, түсіндік. Түсінгеніміз бар, түсінбегеніміз бар. Түсінген жаңағы бірінші жүрек тобы шығатта, бірінші бөлікті түсіндіреді. Қалған топтар мұқият тыңдайды. Жүрек тобынан маған кім шыққысы келеді? Кімді жібересіздер? Мади келе ғой. Егер Мади білмей қалса, Даниял немесе Дилан толықтырады, оны. Мади айтшы, жүйке жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Жүйке жүйесі жұлын, жүйкелер және мидан тұрады. Ми қай жерде орналасқан? Ми көрсете ғой. Ми бас сүйегінде орналасқан. Бас сүйегінің ішінде орналасқан. Дұрыс па балалар? Ал жұлын қай жерде орналасқан? Жұлын омыртқаның ішінде орналасқан. Ал жүйкелерші? Жүйкелер бүкіл денеде орналасқан. Бүкіл денеде орналасқан. Мади айтшы, жүйкелердің қызметі қандай екен? Жүйкелердің қызметі олар жұлын мен мидан бір-бірімен байланысы бар. Байланысы тұрады екен, қараңдар балалар, демек мынау ми, жұлын бір-бірімен байланысады екен. Бір-бірімен үздіксіз байланысы тұрады екен. Ал ол байланысты мынау көк түсті көріп тұрсыңдар ма? Бүкіл ағзада жіп сияқты, мына жіңішке жіптер сияқты, ол жүйкелер. Сол жүйкелер осы 3 мүшені бір-бірімен байланыстырып тұрады. Жүйкелер арқылы миға сигнал барады. Жүйкелер арқылы жұлынға сигнал барады. Демек, олар бір-бірімен байланысады екен. Түсінікті ма? Өте жақсы, отыра ғой. Екінші бөлікті талдауға кім шығады? Бауыр тобынан кім шыққысы келеді? Алишер шыға ғой, кел. Так, Мадиге мен 2 балл қоямын. Жаңағы жауабына. 2 балл. Алишер, ал кеттік. Адамның
не түсіндіңдер? Адамның жүйке жүйесі қандай қызмет атқарады екен? Адамның жүйке жүйесі ол барлық заттардың, ағзалардың бәрін басқарады. Бір-бірімен басқармайды. Не істейді? Олардың жұмыс істеуін реттейді. Реттейді, бір-бірімен байланыстырады және бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеуін реттейді екен. Қараңдар. Жаңағы жіп сияқты көк жүйкелерді көрдіңдер ғой, осы жүйкелер жаңа миды, асқазанды, жүректі, бүйректерді, қуықты, ішектерді, бауырды, өкпені барлығын бір-бірімен байланыстырып, бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеуін реттейді екен. Жүйке жүйелер барлық ағзалармен байланысы бар екен. Жіп сияқты барлық ағзаларды бір-бірімен байланыстырып тұрады екен. Жақсы. Жүректің соғуы неден? Жүректің соғуы, өйткені ол жүректің соғуы не қамтамасыз, ненің қатысымен болады? Жүректің соғуы жүректің соғуына жүйкелердің қатысы бар ма? Иә. Жүйкенің жүректің соғуына да қатысы болады екен. Ал аяқ қолдың қимылдауы. Кәнде барлығымыз аяқ қолымызды қимылдатып көрейік. Осы аяқ қолдың қимылдауына жүйкелердің қатысы бар ма? Иә, олардың қатысы бар. Ал енді тыныс аламыз, кеттік. Тыныс алып көрейік. Осы тыныс алуымызға жүйке жүйелердің қатысы бар ма? Иә. Тамақ ішкен, тамақтандық. Тамақты қорыту керек. Біздің ағзамыз жеген ішкен тамағымызды қорыту керек. Сол асқазандағы тамақты қорытуға осы жүйкелердің қатысы бар ма? Иә. Зәр шығару жүйесі, жаңа ғана айттық, зәр шығару жүйесінің жұмысының жүйкелерге қатысы бар ма? Иә. Демек, барлық ағзалардың жұмысы осы жүйке жүйелермен байланысты болады екен. Жүйкенің қатысы болады екен. Жүйке жүйесі арқылы барлық ағзаларымыз керемет жұмыс жасайды екен. Егер бір ағзамыз ауырса, немесе бір ағзамызда бір ақау болса, немесе жүйке жүйемізде бір ақау болса, ол деген ағзада бір не болады, бір ауру пайда болады. Сондықтан денсаулықты күту керек, жүйке жүйені сақтау керек, ағзаларды күту керек. Барлық ағзаларды жаңағы ас қорыту жүйесі болсын, зәр шығару жүйесі болсын, бұлшық еттер болсын, жүрек болсын, бауыр болсын, өкпе болсын, адам өз денсаулығын өзі сақтау керек. Сонда ғана біздің ағзамыздағы барлық мүшелер өз қызметін дұрыс атқаратын болады. Рахмет, Алишер, отыра ғой, екі бал. Ал үшінші бөлікке келдік. Үшінші бөлікке кім шығады? Амырхан, шығын келемін, келе ғой. Ал біз айттық, жүйке жүйесі біздің ішкі ағзаларымыздың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді екен. Ал біздің сыртқы, жаңа стақандағы суды ұстап қалдық қой, ыстық болды. Ол ішкі жұмыс па, әлде сыртқы жұмыс па? Ол сыртқы жұмыс. Кәдімгі жүйке жүйесі тағы нені қамтамасыз етеді екен? Жүйке жүйесі тағы да сыртқы жүйені қамтамасыз етеді. Мысалы, біз қолымызды ыстық суды ұстап көрсеңіз, қолымыздағы, саусақтарымыздағы ұшындағы жүйкелер біздің миымызға сигнал береді. А сигнал оны қайтарып, біздің қолымыздарға айтады, қолыңды тарт дейді. Сөйтіп біз тартып қаламыз. Жақсы, ол ыстық. Енді қарашы міне. Не сездің? Ауырды ма? Ауырды. Ол ішкі жұмыс па, сыртқы жұмыс па? Ол сыртқы жұмыс. Оны сенің нең сезді? Ол менің қолым сезді. Қолым сезді? Және жүйкелер сезді. Балмұздақ жеп жатырсыңдар, мұздай балмұздақ. Ауызда тілің не сезеді? Менің тілім
Мұзды сезеді. Мұзда екенін сезеді, иә? Ол да біздің жүйкелеріміз жұмыс жасап жатады. Балалар, мұздай нәрсені жедік па, біздің жүйкелеріміз жұмыс жасайды, миға сигнал береді. Ол мұздай деген сигнал береді. Ол ыстық деген сигнал береді. Ол, мысалы, мақтаны ұстаймыз. Мақтаны ұстаңдар. Жұмсақ. Елестетіңдер, мақта ұстап жатқандай. Мақта қандай болады? Жұмсақ. Оның жұмсақ екенін біз қайдан білеміз? Ол біздің жүйкелеріміз Оны сезеді. Сезеді да миға сигнал береді. Өте жақсы. Демек, жүйкелер осыған сыртқы әсерлерге, сырттан әсер аламыз ғой, соны миға жібереді, сигнал алады, сонымен соған жасап қарай біз әрекет жасаймыз. Рахмет, отыра ғой. 2 балл. Бегаламхан, 2 балл. Жақсы балалар. Ал енді жұмыс дәптерімен жұмыс жасаймыз. Жұмыс дәптеріміздің 37-ші бетін ашайық. Дәптеріміздің 37-ші бетін ашайық. Бұл жерде бірнеше тапсырмалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты бірнеше тапсырмалар, соның әрбір дұрыс жауабына 2 балл қойылады. Ал енді жұмыс дәптермен жұмыс жасауды бастаймыз. Бірінші сұрақты оқиды, Алишер оқи ғой. Оқи ғой. Алишер оқи. 37-ші беттегі бірінші тапсырманы оқи. Суреттегі сандарға сәйкес дұрыс көрсетілген нұсқаны таңдаңыз. Суреттерге сәйкес, мына суретке қараймыз. Осы суретте көрсетілген мүшелердің дұрыс белгіленген қатарын көрсетеміз. А. Оқы. 1. Ми. 2. Жүйкелер. 3. Жұлын. Дұрыс па сол? Қараңдар, бірінші суретте А. Ада бірінші ми, дұрыс па? Иә. 2. Жүйкелер. 2-ні көрсетеміз. Мынау жүйкелер ма? Жоқ. 3. Жұлын. Мыналар жұлын ба? Жоқ. Демек, бірінші жауаптың бірінші нұсқасында сәйкес келмейді. Әні оқимыз, әні. Амырхан оқы, намаздай Амырхан. Бірінші жұлын. Дұрыс па? Бірінші жұлын бар? Жоқ. 2. Жүйкелер. Дұрыс па? Жоқ. Үшіншісі? Ми. Ми. Жоқ, дұрыс емес. Б вариантты оқиды Мади. 1 ми. 1 ми, дұрыс па? Иә. 2. Жұлын. 2 жұлын, дұрыс па? Иә. 3. Жүйкелер, дұрыс па? Иә. Демек, дұрыс жауап Б. Б болады. Белгілейміз. Б. Бұл тапсырманы мен сендерге көмектестім. Бұл тапсырмаға ешкімге балл қойылмайды. Енді келесі екінші тапсырманы қараймыз. Мына жерде мәтінмен жұмыс жасаймыз. Төменде көрсетілген сұрақтардың дұрыс жауабын таңдап, сөйлемдерді толықтыр. 1, 2, 3, 4 сөйлем. Мына жақта сөйлем берілген, астында тірек сөздер тұр. Сол тірек сөздің қайсысы мына жерге дұрыс болады, дұрыс келеді. Соны жазамыз. Ал бастадық. Сендерге 3 минут уақыт, 3 минуттың ішінде осы тапсырманы орындап бітіріңдер. Әр дұрыс жауапқа 2 балл қойылады. 3 минут уақыт. Жұмыс дәптерінен жұмысты бастаймыз. Сұрақтар мұқият оқимыз. Кітаптағы мәтіннен мәлімет қараймыз. Және де дұрыс жауапты жазамыз. Bir minut ötті.
кетті, тағы 1 минут уақыт қалды. Уақыт жетпей қалды-ау деймін, тағы да 1 минут уақыт беремін. Астында дұрыс жауаптар тұр, жауаптар берілген, соның біреуін таңдаймыз. Біреуі ғана дұрыс болады. Бітірген оқушылар қолын көтеріп отырады. Бүйрек тобының мүшелері бітті. 3-ші топ бітті, жұмысын бітірді. 2-ші топ. Қазір мен қызыл қаламды алып, сендердің жұмыстарыңды тексеремін. Дұрыс. 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 4 балдан 4 бал. 4 сұраққа қойдым. Әр сұраққа 2 балдан. Байдәулет Әсел 4 бал. Аманхан. Дұрыс. Дұрыс. Мына біреуі қалды ғой. Жасын. 4. Дұрыс. Егі Аманханның барлық сұрақтарына дұрыс жауап берді. Намазбай Аманханның жауаптары дұрыс болды. Алишер. Дұрыс. Алишер. Дұрыс. Дұрыс. Олар 4 балдан 4 бал алды. Алиша. Жоқ. Жүйке жүйесі мидан, және бауырдан емес. Қателердің үстінен жұмыс жасаймыз. Мынау қате. Жоқ, бұл да қате. 4 балдан 2 бал. Айша 2 бал. Қате. Дұрыс. 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 4 балдан 3 бал ма дейді, қате. Қате. 4 балдан 0 бал. Даниял, қазір қателер үстінен жұмыс жасаймыз, сол кезде мұқият тыңдағын. Даниял. Даниял. Сенде бір қате. 4-тен 3 бал Дилан. Ал кеттік, қателер үстінен жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақты оқиды, Алишер, оқып бер.
Біздің ағзамызда болып жатқан үдерістер. Біздің ағзамызда болып жатқан үдерістер не арқылы реттеліп отырады? Бағана оқыдық мәтіннен не арқылы реттеліп отырады екен? Жүйке жүйесі. Жүйке жүйесі арқылы реттеліп отырады. Кімде жүйке жүйесі деп жазылды? Сендерде дұрыс, қалғандарында қате болды. Екінші сұрақты оқиды, Арсен оқы. Жүйке жүйесінің қызметіне жатпайды. Жатпайды. Ағзаның басқа мүшелерінің жұмысын басқару, сыртқы ортадан ақпаратты қабылдау, ағзаны вирустардан қорғау, сыртқы ортадан келген ақпаратты өңдеу. Жауабымыз қандай болды, Мәди? Сыртқы ортадан ақпаратты қабылдау жүйке жүйесінің қызметіне жатпайды. Неге жатпайды? Ақпаратты сырттан қабылдау. Жаңағы біз сырттан ыстық, суық, мұздар, жұмсақ, және де мен сендерге қазір сөйлеп жатырмын, ақпарат сырттан келіп жатыр. Сендердің миларың оны қабылдап жатыр. Ол жүйке жүйесіне жатпай ма не? Қате, сенде? Арсен? Ағзаны вирустардан қорғау. Дұрыс жауап, ағзаны вирустардан қорғау болады. Үшінші сұрақты оқиды Лейла оқы. Жүйке жүйесі Мидан. жұлыннан және жүйкелерден тұрады. Дұрыс жауап? Жолынан болады екен. Дұрыс. Төртінші сұрақты оқиды Намазбай Абырхан. Миды бас сүйек қорғап тұрады. Миды бас сүйек қорғап тұрады. Дұрыс, жаңа оқыдық қой, миды бас сүйек қорғап тұрады. Өте жақсы балалар. Балдарымды қойдым, енді барлық балды қосып қанша баға алғандарыңды білетін боласыңдар. Ал енді қараңдар, сен білесің бе? Қызықты мәлімет. Оқып береді бізге Арсен оқы. Адам миының есте сақтау қабілеті әлемдегі ең қуатты компьютер мен процессордың жадысынан да мықты. Біз ойлаймыз, иә, компьютердің жады мықты, телефонның жады мықты, көп мәлімет сақтайды, көп файлдарды сақтайды дейміз, иә. Бірақ ғалымдар соны дәлелдепті. Адамның миы компьютердан да мықты сақтайды екен. Компьютердан да көбірек мәліметті сақтайды екен. Өйткені компьютерді жасаған кім? Адам. Иә, адам жасаған. Демек, адамның миы, балалар, қараңдар, адамның миы, міне суретте адамның миы, ол компьютердан да кез келген процессорден де мықты сақтау мүмкіндігі бар екен. Бірақ, балалар, адамдар сол мүмкіндікті қолданбайды. Ғалымдар соны дәлелдеді. Адамдар өзінің қанша пайызын ғана, миының қанша пайызын ғана жұмыс етеді екен? 10% ғана жұмыс етеді екен. Қалған 90% миымыз біздің ұйықтап жатады екен. Дарынды, данышпан адамдар, олар миын көбірек пайызға істетеді. Біз егер адамдар миымызды 100%-ға істететін болсақ, біз керемет бүкіл жаңағы не дейді, дарын, ғалым болып кетеміз, бәріміз, гений болып кетеміз. Иә, компьютердан да мықты істейтін болады. Бірақ біз миымызды 10% ғана істетеді екенбіз. Қалған уақытта біздің миымыз демалады екен, немесе ұйықтайды екен. Сондықтан мидың жұмысын, пайызын арттыру үшін, миды көбірек жұмыс істету үшін, мен сендерге айтамын, математиканы шығарыңдар. Математика мидың тренажеры деп айтқаным ба сендерге? Иә, миымыздың жұмыс істеуінің пайызы көбірек болсын десеңдер, күрделі математикалық есептер шығару керек. Тағы не істеу керек? Кітап оқу керек, жан-жақты даму керек, көп нәрсені ойлай білу керек. Тек қана ойнап, ұйықтап, қыдырып, демалып жүретін болсақ, біздің миымыздың жұмыс істеуінің пайызы төмендей береді екен. Сондықтан біз білімсіз, зейінсіз адам болады екенбіз. Көрдіңдер ма? Демек, адамның миы компьютердан да жақсы жұмыс істеуге қабілеті, мүмкіндігі бар екен. Ал ол үшін әр адам өз миын дұрыс дамыта білу керек. Өте жақсы. Бұл жауапқа Бегала Абырхан жауап берді, и Арсен жауап берді. Ары қарай кеттік. Ойлан, сұрақ сендерге, Мади оқы. Жануарларда жүйке жүйесі бола ма? Бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Өзің жауап берші. Жануарларда жүйке жүйе бола ма, адамдыкіндей?
Болады. Болады деп ойлайсыңдар, көрейік. Кәнекей, міне ит. Иттің миы бола ма екен? Иә. Иттің жұлыны болады ма екен? Иә. Демек, оның жүйкелері де болады. Ит те дәл адам сияқты ол тірі жан. Оның да жүйке жүйесі болады. Жылқы, қараңдар, жылқының миы бола ма? Иә. Жұлын, Иә. жүйке жүйелері болады ма? Оны сендер 5-ші сыныпта биология, зоология деген сабақтарда өтетін боласыздар. Демек, жануарларда да адам сияқты жүйке жүйесі болады екен. Естеріңе сақтаңдар, нені есімізге сақтауымыз керек? Кім оқиды? Намазбай Амырхан оқы. Жүйке жүйесінің қызметі адамның барлық дене мүшелерінің үйлесімді жұмыс істеуін реттеу, басқару. Реттейді екен және басқарады екен. Демек, бүкіл біздің ағзамыздың жұмыс істеуін, бүкіл біздің ағзаларымыздың жұмыс істеуін не басқарады екен, не реттейді екен? Не басқарады екен? Алиша? Жүйке жүйелер. Иә, жүйке жүйесі, біздің жүйке жүйеміз. Яғни ол қай мүшелер? Ми, жұлын, жүйкелер. Оның осы мүшелер бүкіл ағзамыздың жұмысын атқарады екен және реттеп дұрыстап отырады екен. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз бітті. Осы бүгін сабағымызға рефлексия, кері байланыс беріңдер маған. Мынау 3 алманы көріп тұрсыңдар, иә? Егер сендерге сабақ ұнаған болса, сабақ өте қызықты болған болса, тапсырмалардың бәрін дұрыс орындаған болсаңдар, қызыл алма. Сабақ ұнады, бірақ аздап қателер болды. Маған мұғаліммен оқушылар көмектесті деген болсаңдар, сары алма. Ал егер сабақ қызықсыз болды, мен тапсырмаларды орындай алмадым, тақырыпты мүлде түсінбедім деген болсаңдар, жасыл алманы таңдайсыңдар. Ал кеттік, Алиша. Қызыл алма. Қызыл алма. Демек, сабақ саған Өте қызықты болды. және маған бәрі ұнады, мен тапсырмаларды жақсы орындадым. Лейла. Мен де қызыл алманы. Неге? Өйткені маған сабақ ұнады, және менде бәрі. Амырхан. Сабақ өте қызықты болды. Қай алма? Маған ұнады, қызыл алма. Қызыл алма. Сен? Қызыл алма. Қызыл алма. Амырхан. Қызыл алма. Айша. Сенде біраз қателер болды, меніңше сен тапсырмаларда кішкене қате жібердің. Сен сары алманы таңдауың керексің деп ойлаймын, иә? Өйткені сенде қате болды, саған кішкене көмектестік, және осы тақырыпты жақсырақ түсіну үшін сенімен тағы да бір рет қайталап шығамыз осы тақырыпты. Келістік па, Айша? Мади, саған қай алма? Қызыл алма. Қызыл алма. Даниял, саған қай алма? Сары алма. Сары алма. Саған да көмек керек екен. Сенімен бірге тағы да бір рет осы тақырыпты қайталаймыз. Дилан, саған қай алма? Сары алма. Диланға да көмек керек екен. Балалар, Диланға көмектесеміз ба? Даниялға, Айшаға көмектесеміз, осы тақырыпты тағы да бір рет қайталаймыз. Ал үй тапсырмасы 48-ші 49-ші бетті оқимыз және осы тақырыптағы мәтінге конспект жазамыз. Конспект парақтарын мен сендерге беретін боламын. Келесі сабақта осы конспект арқылы маған өткен сабақтағы деген кері байланыс беріп, маған сұрақтарға жауап бересіңдер. Сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет. Жақсы.